Адамның ең басты байлығы денсаулық екенін бәріміз жақсы білеміз. Дені сау адам табиғаттың ең қымбат жемісі. Осы орайда біз сіздерге маңызды мүшелеріміздің бірі көз аурулары туралы айтқымыз келіп отыр. Көз адамның айналасындағы нәрселерді көруіне мүмкіндік беретін энергиясы. Көру мүшесі арқылы біз қоршаған әлемді танимыз. Темекіден бас тартып, компьютердің алдында ұзақ уақыт отырмаудың өзі көзімізді көптеген аурулардан сақтап қалады. Және күн көзіне қарсы киетін көзілдірігімізді міндетті түрде тексеріп алуымыз керек. Өйткені оның да кері әсері көп. Ал ең басты дұрыс тамақтануымыз қажет. Назарларыңызға көз күтіміне пайдалы тағамдарды ұсынамыз. Жұмыртқа емдік тағамдар қатарына жатады. Ал оның құнды бөлігінің бірі сары уызы. Оны ең зиянды өнімдердің бірі дейтіндер де бар. Бірақ жұмыртқаның сары уызы лютеиннің қайнар көзі. Бұл антиоксидант, бос радикалдармен күреседі. Көбіне бұл ауруға жасы 60-тан асқан адамдар душар болады. Оларға жұмыртқаның сары уызын шикі күйінде жеген дұрыс. Қандай тағам жасасақ та өсімдіктерді қосуды ұмытпайық. Олардың құрамында лютеин өте көп, сондықтан көз ауруларының алдын алады. Цитрусты жеміс-жидектерді біздің көзімізге пайдалы деп есептейді. Өйткені олардың құрамында дәрумендердің барлық түрі кездеседі. А дәрумені көздің көруінің нашарлауынан, оның сәуле сындыру күшінің ақауларынан қорғайды. С дәрумені көз ішіндегі қысымның көтерілуіне жол бермейді. Е дәрумені катарактаға қарсы күреседі. Себебі катаракта кезінде сәуленің көз бұршағына өтуі қиындайды. Көздің көруі нашарлайды. Сондықтан цитрусты жеміс-жидектердің көз ауруларына қарсы көмегі өте көп. Сәбіз жалпы адам денсаулығына пайдалы көкөніс. Ол көздің көруін жақсартады. Өйткені құрамында лютеин мен бета-каротин бар. Ал бета-каротиннің құрамындағы дәрумендер көзге мол әсерін тигізеді. Миндаль басқа жаңғақтар секілді дәрумендерге бай. Жоғарыда айтқандай, дәрумендер катарактадан құтқарады. Күнделікті миндаль жеп тұрсаңыз, Е дәруменінен құнарланасыз. Денсаулығымыз өзіміздің қолымызда екенін ұмытпайық, достар. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.